Скоро на танках, если продавали как легковые танки, наверное, танки будут покупать. Престижно, видите ли, он на танке сидит. Все смотрят на него. Ойбо, біз Land Cruiser'ден жоғары технология лухари күтіп жүрсек, Қытайлар 2080 жылғы крузакты шығарып тастапты ғой. Бұл танк 500, бағасы жобамен 10 жыл қызмет еткен 200-дік крузакпен бірдей. Десе де технологиялық тұрғыда 100 жылға алда деуге болады. Қытайлар бұл ақшаға түрлі функцияға тойып алған толық өлшемді рамалық жол талғамайтын көлік ұсынбақ. Не болса да ассалаумағалейкум. Танкты крузактың қожайындай талдайтын боламыз. Кеттік! Бірден бағадан бастағым келіп тұр. Өзі екі комплектациядан тұрады. Төменгі премиум, максималка тех плюс. 23 миллион 790 мың теңгеден басталып, 26 миллион 990 мың теңгеге дейін барады бағасы. Жыл басындағы статистикаға сүйенсек, 1150 танк өз қожайынын тапқан. Оның 677-сі дәл осы 500-дікті таңдады. Бағасы сенімді 300-ші крузактан екесе арзан болса да, сатылым жағынан Toyotаны басып озды. Ресми дилерде танктың 2023 жылдан қалған нұсқаларда сатылымда бар. Яғни оны кәдімгіден 1-2 миллион теңге арзан алуға болады. Жалпы қолыңызда нақты ақша болса, барып саудаласуға жол ашық. Ал егер танктың бүкіл комплектацияларын көргіңіз келсе, колеса қосымшасын жүктеңіз, жаңа автоайдары сіздер үшін пайдаланыңыз. Мотор гаммасында 3 литрлі екіленген турбо үдеткішті V6 ғана бар. 299 жылқы, 500 ньютон момент береді. Айтпақшы, танк 500 еліміздегі Қытай мобильдердің арасындағы ең қозғалтқыш көлемі ірісі. Әйтпесе қалғандардың барлығы 1,5 максимум 2 литрге дейін баратынын жақсы білеміз. Мына тұста қытайларға респект лақтырғым келеді. Мына дыбыс изоляциядан кейін Toyotадағы жігіттерді газель айдауға жіберу керек па деймін. 40 км сағатпен келе жатырмын. Салоны дыбыс жазатын студиядай тып-тыныш, ойлаңыздар. Бауыры танк 300 қараланған етектермен нағыз оффроудтық көлік болып көрінетін. Ал 500-дік оның қарама қайшылығы. Қытайлар әкесінің ақсы қалғандай хром детальдарды шанаққа қаптай берген. Бұл қымбат сегменттен екенін білдіреді. Жалпы танктың тұмсығы шала туылған Toyota Sequoia-ға ұқсайды. Немесе бульдог итке де келетін секілді. Көліктің ұзындығы жаңа шыққан G250 Pradoмен бірдей 4886 мм. Ал дөңгелек базасы 300-ші крузакпен тең. Есігін ашқанда сені электрожетекті мынандай табалдырық күтіп алады. Айбы! Бұндай LX 600-де де болмаған. Танк 500-дің алдына қарағанда артқы жағы әдемірек көрінетін секілді. Мынау тік орындалған жарық диодты шамдардың арқасында көлік визуалды жинақ етіп көрініп тұр. Жиынтығына байланысты 5-ші қосалқы дөңгелек көліктің астына немесе осылай жүк салғыш қақпағына интеграцияланады. Мынау артқы көрініс камерасын байқадыңыздар ма? Беті былғанады деп уайымдамайсың. Өзі автоматты түрде жуылады екен. Қанша заманауи болса да, рамалық шасси өзінікін алады. Бұрылыстарда қопал, қорабы 9 сатылы классикалық автомат Great Wall Motors'ың авторлық туындысы. Классикалық автомат болғаны қуантады ғой, бірақ су жаңа танктың қожайындары мынаның қорабын тебет деп шағымын білдіріп үлгерді. Бүгін айдап көріп көзім анық жетіп отыр. Әзірден мұнда 200 мың жүргенде не болады? Бұның қызығы ішінде. Қап-қара салонды жақсы көретін, өмірі хим тазалауға бармайтын қазекеңдерге арнайы қара салон компоновкасы бар. Ал жаны ерекшелікті сүйетін азаматтарға біздегідей ашық, сарғыш және де көк түспен комбинацияланған және де қоңыр түсті салон компоновкасы да қолжетімді. Әңгіме жоқ, қытайлар бұл тұста крузактан бірнеше есе асып түскен шығар. Қымбат алькантара іспеттес материалдар, ашық түсті былғары, тіпті
есік картасында дәл осындай ашық түспен орындаған. Менімше бұл қателік секілді, себебі су жаңа танктың байқасаңыздар есігі кірленіп үлгеріпті. Дисплейлі панель сайманы, мультимедиаға жауапты ірі 14.6 дюймді дисплей, үлкен панорама шатыры, наппа былғарысы, амбиент шамдар. Құдды бір майбақ па дерсің? Жүргізуші орындығы 8 бағытқа реттеледі. Тек қана жүргізуші емес, қалған 3 орындықта да жылыту, суыту және де массаж функциясын қолдайды. Ойлаңыздаршы, мынаның барлығы крузагымды сатуға итермелеп жатқандай. Алдыңызда HUD дисплей, 360 камерасы, тіпті мөлдір капот жүйесін қолдайды. Бұл тұста Prado'дан қалыспапты. Және де 3 аймақтық климат бақылауы тек қана салонның экологиясын тазартып қана қоймай, хош иістендіру функциясы бар. Мынау панельде интеграцияланған амбиент жұлдыздары менің Яляннан сатып алған арзан караоке микрофоныма ұқсайды екен. Орталық консоль айтарлықтай ірі, қорап селекторы өте ерекше стильде орындалған. Телефонды сымсыз қуаттауға арналған мынандай керемет бокс бар. Оның аузы бірақ сырылып, әрең ашылып жабылатынын байқадым. Сенсорға жаны құмар сықси көздер танк 500-ді құдды бір қазақтарға арнап шығарғандай физикалық батырмаларды үйіп қойыпты. Маған физикалық батырмалардың материалдары ұнады. Алюмин іспеттес. Бұл жерде электронды тұрақ тежеуіш, автоқолд батырмасы, қауіпсіздік жүйесі және де көліктің жүріс мінезін шайба арқылы таңдауға болады. Шынтақ тіреуі шіреніп отқанға ыңғайлы екен. Астында кілт тастағанға ыңғайлы бокстар, бір-екі стақан салғыш. Тоңасқы жоқ екен ғой. Ортадағы үлкен дисплейді Apple CarPlay-ге сымсыз қосылуға болады. Құдды біреу Apple планшетін ұмытып кеткен секілді екен. Екінші қатарда орын көп, рамалы болғанмен тіземді құшақтап отырған жоқпын. Егер де бізге максималды комплектацияны бергенде, мына жерде кішігірім өзінше дисплей тұратын. Онымен панораманы жауып, үшінші аймақтық климатты басқарып, тіпті массаж қосуға болатын. Ал біздің жағдайда оның барлығы мына орталық консольде интеграцияланған. Айтпақшы, мендейлер бұны екінші қатарында отырмайды, үшінші қатарда отырады. Кеттік сыйымдылығын көрсетем. Бісміллә деп жайғасып көрейін. Мынаны алдыға жылжытамыз және де сүңгейміз. Ойбай. Мәссаған, құдды бір өзімді тақта отырғандай сезініп қалдым. Тізем жағыма кішігірім тиіп тұр негізі. Үлкен адамдар отыра алмайды. Шиголдарға әдемі орын жетеді. Жүзге дейінгі жылдамдығы 9-6 секунд, менің крузагымнан 1 секундқа қалық десе де 10 литр бензин аз тұтынады. Жалпы аралас циклдегі көрсеткіші 11 литр. Мен 10 жыл жүрген крузакқа жыл сайын 500 мыңға жуық салық төлеймін. Ал су жаңалған танктың қожайындары үкімет салығына тиын төлеп рахаттанады. Әділет қайда сонда? Жүк салғыш дарбазасы зілдей және де жанға қарай ашылады. Электро жетекпен емес әрине. Крузакқа 1+. Табалдырығын байқадыңыздар ма? Не деген биік. Бірден мына жерге тие салмады ма екен? Купе вагондағыдай заттарыңды бет лақтыратын. Сыйымдылығы 795 литр. Ал егер үшінші қатар орындықты көтеретін болсақ, айтарлықтай орын азаяды. Толықтай көтеріліп бітпейінше ұстап тұру керек. Ана тіреліп қалды. Қазір. Ал міне, толықтай көтеріліп бітті. Мына жерге бір ірі заттар сыюы менімше күмәнді. Біздің бір рюкзагымыздың өзі әрең сыйып тұр. Біреу ірі затты салғанда жауып қалған ғой есігін. Сонымен мынаның бетінің барлығы жыртылып кеткен. Барлығына көз жұмыс сатып алар едім, егерде бөлшектері тапшы болмағанда. Мынаның бір жерін түртіп алсаң, запчастарын Pinduoduo'дан алдырам деп ойлайсың ба? Арзан болса мейлі ғой. Радиатор торының өзі 350 мың теңге тұрады. Оның келетін уақыты бар, жолы бар дегендей. Сондықтан бұл көліктерді аларда міндетті түрде каска арқылы сақтандырып алу қажет. Бұл істі тексерілген Евразия сақтандыру компаниясына қалдырған жөн. Танкты алар болсаң, дилер саған қосалқы ақшаға неше түрлі жабдықтар ұсынуы мүмкін. Мысалға мынау баспалдақ секілді. Бұны алып не керек? Тауға жылына бір-ақ рет шығатын болсаң, оның үстіне бензин шығыны көбейеді. Қысқасы, миыңда мынандай дыбыс гуілдеп тұрғанын қаламасаң, мынаны салдырмай-ақ қой.
байқұс қарт крузак сенімділігімен жаққан. 200 деп аталуы да содан шығар. 200 мыңды ешқандай күрделі жөндеусіз еңсеріп береді. Ал танк 500 жыл өмір сүре алады ма? Оның үстіне ескі транспортқа салық басынан қаралады деп жатыр. Биыл 440 мың төлесем, келесі жылы 220 мың төлеуім мүмкін. Сол кезде танкке крузакпен тайталасу ауырға соғуы мүмкін. Бүгінгі шолу осындай. Сіздермен болған мен Нұрик Жеңіс, Қазкөләйтса KZ арнасы.